имам әл-Бұхариден жеткен сахих хадисте пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Алланың 99 есімі бар. Кімде кім оны жаттап, сол есімдерге сәйкес амал жасайтын болса, жәннатқа кіреді делінген. Ассалаумағалейкум момын мұсылман бауырлар. Сіз Алланың 99 есімін жаттап жүрсіз бе? Сіз Алланың қандай көркем есімдерін білесіз? Білсеңіз олардың мағынасы қандай? Қандай жағдайда Алланың есімдерімен зікір ету керек, дұға жасау керек? Осы сұрақтарға жауап іздесеңіз, видеоны аяғына дейін көріңіз, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз. Ең бастысы видеоны бауырларыңызға таратып, сауапқа кенеліңіз. Осы видео сіздерге жаратқан иеміздің 99 көркем есімін жаттауға себебін тигізсін. Алла бәріңізге күш-қуат берсін, екі дүниенің нығметіне бөлесін, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Раббымыз баршамызға жәннатты нәсіп етсін. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алла оның бар екендігін және оның иләхи сипаттарын білдіретін есім. Құрандағы ең көп таралған Раббымыздың ең ұлық есімі. Ол Алланың жалғыз тәңір және одан басқа құлшылыққа ешкім лайық емес екендігін білдіреді. Кім жаратушының осы әдемі есімін күніне 1000 рет қайталап зікір етсе, иманы берік болады. Әр-Рахман аса қамқор. Оның қамқорлығы өзі жаратқан бүкіл мақұлықтарына тиесілі. Қамқоршы Алла тағала мұсылмандардың, сондай-ақ кәпірлердің өмірлік қажеттерін өтейді. Алланың бұл есімін зікір еткен адамның ойлау және жаттау қабілеті күшейеді. Сондай-ақ ол адам қаталдықтан арылады. Әр-Рахим, ерекше мейірімді, рахымды, бір жақсы іс үшін бірнеше есе береген және ешқашан сауап істерді жоймайды. О дүниеде тақуа мұсылмандарға мейірімді болады. Кімде кім бұл есімді 100 рет атап жүрсе, қайғы қасіреттен аман болады. Әл-Мәлик патша, ол қалай басқарам десе де өзі біледі. Оған кеңесші керек емес. Оған барлығы тәуелді. Мұсылман адам бұл есімді зікір етіп жүрсе, қаржыдан қысылмайды. Әл-Қуддусу қасиетті, өте пәк, кемшіліктерден пәк және адам баласының ойына келетін пішін келбеттен тыс. Ассалам, есендік беруші. Жетіспеушіліктерден пәк. Өзінің жаратқан мақұлықтарына амандық береді. Егер бұл есімді 99 рет оқып, науқасты ұшықтаса, шипа табады. Әл-Мумин қорғаушы, сенуші, өзі туралы ұлық кітаптар мен пайғамбарлар арқылы білдіртеді. Өзінің сүйікті құлдарын қауіп-қатерден сақтайды. Әл-Мухаймин үстем, қорғаушы, баршаның үстінде билік жүргізеді және бәрі де оның иелігінде. Жаратқан мақұлығының үстінен қарап, бақылап тұрады. Кімде кім бұл керемет есімді ғұсыл алғаннан кейін 2 рәкағат намаз оқып, 100 мәрте шынайы ықыласпен айтса, Алла тағала оны рухани тазартады. Әл-Әзиз, аса зор, ұлық, қуатты, зор кеңшілік иесі, онымен ешкім теңесе алмайды. Кімде кім Алланың бұл көркем есімін таң намазынан кейін 40 рет қайталап оқыса, Алла тағала оны қаржы мәселесінде басқалардан тәуелсіз етеді. Әл-Жаббар, аса өктем. Билік пен қуат иесі, нені қаласа, соны кімге де болсын істете алады. Әл-Мутакаббир, паң, ұлылық және биіктік иесі, кім бұл көркем есімді зікір етіп жүрсе, халық арасында құрметті болады. Әл-Халиқ, жаратушы, мақұлықтарын өз еркім жаратады. Ол әр нәрсені көркем түрде жаратады. Әл-Бари, жаратушы, жоқтан бар етуші. Жаратқан мақұлықтарына әр түрлі пішін және бейне береді. Алла әрдайым жаратуда. Егер бала табалмаған әйел 7 күн ораза ұстап, Әл-Бари, Әл-Халиқ, Әл-Мусауир деп 21 рет айтып суға дем салып аузын сол сумен ашып, шынайы ықыласпен жалғыз Алла тағалаға дұға етсе, оған жаратушы нәресте береді. Әл-Мусауир, келбет беруші. Өзінің қалауымен әрбір жаратқан нәрсесіне өзгеше келбет және әр түрлі пішін береді. Миллиардтаған келбет жаратқан Алла тағалаға ешкім теңесе алмайды. Әл-Ғаффар, аса жарылқаушы. Күнә және жаман істерді кешіруші. Бұл дүниеде құлдарының жамандықтарын жасырып, қияметте күнәларын кешіріп, жарылғайды. Кім осы әдемі есімді жұма намаздан кейін 100 рет қайталаса, оған Алла тағала ғафу етеді. Ал кім екінті намазынан кейін «Ия ғаффар ғфирли» деп айтып жүрсе, Алла тағала оны кешірім еткен құлдардың қатарына қосады. Әл-Қаххар, өте үстем, қаһарлы, өзіне қарсыларды қатты азаппен қорлайды, өлтіреді, не болмаса көпшіліктің алдында беделін түсіреді. Оның жазасынан ешкім аман қалмайды.
Дүние сәнін жақсы көретін пенде, Алланың бұл есімін қайталап оған мойынсұнып жүрсе, Алла тағала ол адамның иманын күшейтеді. Әл-Уаххаб өте жомарт, береген адамдарды өз нығметтерімен ризықтандырады. Берем деген нәрсесін береді. Кім дұғада бұл есіммен Аллаға жалбарынса, ол ешқашан қайыршы болмайды. Әр-Раззақ, ризық, тамақ беруші. Алуан түрлі ризықтарды жаратады және сол ризықтармен мақұлықтарын ризықтандырады. Әл-Фәттах, жақсылық жасаушы. Асқан мейірімінен құлдарына төгіп беріп, жақсылық істейді. Шындықты әшкерелеп, өтірікті өрге асырмайды. Кім өзінің оң қолын кеудесіне қойып Алла тағаланың бұл әдемі есімін таң намазынан кейін 70 рет қайталаса, жүрегі нұрланады, көңілі шаттанып жай табады. Әл-Әлим, бәрін білуші, терең білім иесі. Ол әр нәрсені толық біледі, және де ол білмейтін еш нәрсе жоқ. Алла тағала білушілердің білушісі. Алла тағала ғайыпты да, көмескіні де біледі. Кім бұл есімді атап, зікір етіп жүрсе, Алла тағала оған білім мен даналықтың есіктерін ашады. Әл-Қабид, қысып алушы. Кімге қаласа, ризығын береді, қаласа бермейді. Кім бұл есімді қайталап айтып жүрсе, аш зарыққан болмас. Әл-Басит, жаюшы, өз ризық нығметтерін қалаған құлдарына береді. Әл-Хафид, түсіруші, Алла тағала кәпірлерді тозақтың түбіне түсіреді, және кәпірлерге қайғы, мұң зар мен азап береді. Кім Алла тағаланың бұл ғажайып есімін 500 мәрте зікір етсе, Хақ тағала оның дұғасына жауап береді. Әр-Рафиғ, көтеруші, биіктетуші, өзіне жақын құлдардың беделін бұл дүниеде де, ақыретте де көтереді. Әл-Муиз, қуат беруші. Өзінің мүмин құлдарына мықты қуат береді. Олардың мойынсұнғандары үшін күнәларын кешіріп, жәннатта құрметті орын береді. Әл-Музил, кемсітуші, кәпірлерді мойынсұнбағандықтар үшін кемсітеді, оларға азап үйін, тозақты дайындайды. Әс-Сәмиғ, әр нәрсені естуші, әр естілетін дыбыс ғайып айтылса да оның естуінен тыс қалмайды. Ол құпияның бәрін біледі. Оның ести алмайтын нәрсесі жоқ. Ол барлық дыбысты естиді. Әл-Басир, көруші, ол бәрін көреген, адам және басқа мақлұқтар көрмейтінін бәрін көреді. Оған көрінбейтін зат жоқ. Ол ғайыпты да көреді. Әл-Хакам, хәкім, қазы, төреші, соттың үкімі оның құзырында. Оның үкімі кесімді. Оны ешкім сынай алмайды және Алланың үкімдерін кемсітіп, жамандауға ешкімнің хақысы жоқ. Кім дәрет алып, осы есімді күніне 99 рет зікір етсе, Алла тағала оның жүрегін нұрландырады. Әл-Ғадилу, әділ, адал, ол кімге болмасын, ешбір әділетсіздік жасамайды. Ол өз шешімдерінде әділ. Әл-Ләтиф, жұмсақ, зор кеңшілік иесі, өзінің құлдарына өте ілтипатты. Өз құлдарының істерін толық біледі және адамдардың мінездеріне жұмсақтық салады. Әл-Хабир, толық хабар алушы. Барлық істер оның қалауымен жасалады. Ол ешқашан хабарсыз қалмайды. Жаратушының бұл көркем есімін қайталаған адамды Алла тағала қанағатты етеді. Әл-Халим, ерекше мейірімді, өте жұмсақ, азабын тездетпейді, бірақ малғұн шайтанға еріп, күнәлі іс жасағандарға азабы жақын. Әл-Ғазим, аса зор, кеңшілік иесі, мәртебелі, ең ұлы, оның мәртебесінің басы да, соңы да жоқ. Әл-Ғафур, кешіруші, күнәларды кешуші. Кешірім сұраушыларды күнәлар үшін қолға алмайды, жаман істерін жақсы амалдарға ауыстырады. Әш-Шәкур, шүкірді қадірлеуші. Адамдарға шүкірлік айтқан үшін мәрхамет етеді. Құлдарына көркем істер үшін ізгілік етеді. Әл-Ғалиу, өте биік, жоғары, мәртебелі. Адамдардың сезім, сана және басқа қабілетіне келетін бейнелерден тыс, одан жоғары. Ол әр уақытта биіктікте. Әл-Кәбир, ұлық, ең ұлы, абырой және мәрхамет иесі. Адамдардың ойлау, көру және сезу мүшелерінен тыс. Әл-Хафиз, қорғаушы, сүйікті құлдарын жамандық пен кесірден сақтайды. Өз құлдарының сауап істерін қиямет күні мәрхамет ету үшін жазып сақтайды. Алла тағала әлсіздердің жәрдемшісі. Әл-Мұқит, азық беруші. Азықты жаратып мақұлықтарына таратып береді. Даналықты және білімді жүректерге жеткізеді. Әл-Хасиб, есеп беруші, жеткізуші, өз құлдарының қажеттерін өтейді. Әл-Жәлил, биік, үлкен, өз ұлығында өте биік. Қадір қасиетінде аса ұлы. Әл-Кәрим, құрметті, мәрхамет иесі, ізгілік істеуші. Оның рахымында шек жоқ.
ізгілігі ешқашан таусылмас. Уәде берсе, толығымен орындайды. Әр рақип қараушы, бақылаушы, ол әр нәрсені көріп біліп тұрады. Еш нәрсе оның алдынан өтпей кетпейді. Әл-Мужиб, жауап беруші. Оған дұға етіп жалбарынған құлдарына жауап береді. Ол адам баласы үшін не нәрсе пайда беретінін біледі. Я мужибу дағуати тәмәти деп дұға етілсе, жауап беруші Хақ тағаланың жауап беруі сөзсіз. Әл-Уасиғ, қоршап алушы, толтырып салушы. Ол өз құлдарын ризықтармен бөлейді. Мәрхаметін тақуа құлдарына төгіп байытады. Әл-Хаким, даналық иесі, қате жасаудан пәк. Қате жасау оның даңқына сай келмейді. Ол әр нәрсені өз орнына қояды. Әл-Уәдуд, ізгілік істеуші, сүйуші, мақұлықтарын жақсы көреді. Сөйтіп ол мәрхаметі, мейірімі және ризықтары арқылы өзі туралы білдіртеді. Әл-Мәжид, даңқты, құрметті, өз істерінде көркем, ол дүниені ризықтармен толтырады. Әл-Бағис, тірілтуші, жіберуші, қайта өмір беруші. Өлілерді есеп беру үшін тірілтеді. Өз елшілерін, пайғамбарларын адамдарға жібереді. Әш-Шахид, куә, ол анығында белгісізінде біледі және соған куә, Алла тағала өзінің иләхи сипаттарыменен жалғыз Құдай екенін білдіртеді. Әл-Хақ, шындық иесі. Хақ тағала әрбір нәрсені өз даналығымен жаратты. Қабірдегілерге есеп беру үшін және жәннат немесе тозаққа жіберу үшін тірілтеді. Әл-Уәкил, басқарушы, өкіл иесі, Алла тағала барлығын басқарады. Құлдары оған тәуекел етіп тәубе келтіреді. Әл-Қауи, қуатты, мықты, құдіретті, оның шамасы әр нәрсеге жетеді. Әл-Мәтин, мықты, тұрақты, құдіретті, оның күшіне ешкімнің қуаты жетпейді. Ол ешқашан әлсіз немесе шамасыз бола алмайды. Әл-Уасиғ, қорғаушы, ол тақуаларды, әулиелерді жақсы көреді және оларға мықты қуат береді. Кәпірлердің беделін бұл дүниеде де, о дүниеде де түсіреді. Әл-Хамид, пәктеулі, дәріптеулі, мақтаулы, мадақ иесі, Алла тағаланы кәпірлер мен екіжүзділерден басқасының бәрі мадақтайды. Әл-Мухси, санаушы, ол бәрін санайды. Оған ешкім санауға бөгет жасай алмайды. Ол бір нәрсеге көңіл бөліп басқаны назарынан тыс қалдырушы емес. Әл-Мубди, бастаушы, ол қандайда бір жаратылысты жаратар алдында ешбір бейне, мысалсыз жаратты. Әл-Муғит, қайтарушы, ол тірілерді өлілерге айналдырады және оларды қайтадан бастапқы қалпына келтіреді. Егер мал, мүлік немесе адам жоғалса, Алла тағаланың осы көркем есімін 70 рет қайталап дұға етсе, жоғалған нәрсе Алла тағаланың қалауымен қайта оралады. Әл-Мухи, тірілтуші, ол денелерге жан салып тірілтеді. Егер біреу бұл есіммен Алла тағалаға жалбарынса, шипа табады. Әл-Мумит, өлтіруші, денелерден жан алып өлтіреді. Ақыреттің қайғы мұңның дәмін татпау үшін Алла тағаланың осы атын көбірек қайталап, зікір етіп жүру керек. Әл-Хай, тірі, ол мәңгі өмір сүреді, мәңгі болды және мәңгі болады. Оның тірі болуының басы да, соңы да жоқ. Әл-Қайюм, бәрінің үстінде тұрушы. Әрбір заттың үстінен қарайласып оған қамқоршы болып тұрады. Әр нәрсе тек Алла тағаланың қалауымен тұрады. Өздігінен мықты тұрушы. Әл-Уәжид, бай, табушы. Нені тапқысы келсе, сәтінде ақ табады, өйткені бүкіл жаратылыс оның құзырында. Ол ештеңені жоғалтушы емес. Әл-Мәжид, құрметті, сыйлы, ол жақсы қасиеттерді иемденеді. Құрмет пен сый оған тән. Әл-Уахид, жалғыз, барлық құдайлық сипаттар оған тән. Одан басқа құдай жоқ. Алла тағала арасында жалғыз, сондықтан Аллаға ғибадат етіледі. Әс-Самад, еш нәрсеге мұқтаж емес. Адамдардың қажеттерін өтеп беруші Алла тағала, сол үшін құлдары оған бұл көркем атымен жалбарынады. Ол аса құдіретті, қуатты. Әл-Қадир, мықты, қадірлі, оны мақұлықтар қадірлейді. Оған ешкімнің көмегі керек емес. Оның әр нәрсеге шамасы жетеді. Әл-Мұқтадир, құдіретті, не істегісі келсе, соны істеуге қуаты жетеді. Оның істей алмайтын ісі жоқ. Әл-Мұқаддим, алға шығарушы. Өз пайғамбарларын алға шығарады. Өзіне инабатты құлдарын тура жолға салады. Оларды ұлық дәрежелерге көтереді. Әл-Муаххир, артқа тартушы. Өз жауларын артта қалдырады. Ол өзімен кәпірлердің арасына бөгет перде салады. Әл-Әуәл, бірінші, алғашқы, баршаның алдында. Ол мәңгі тұрады.
Оның алдында ешбір зат болған емес. Әл-Ахир, соңғы, ақырғы, барша мақұлық қиямет күні қайтыс болғанда Алла тағала тірі болады. Оның соңы жоқ. Кім күніне осы көркем есімді 1000 рет зікір етсе, Алла тағаланың махаббаты баурап алады. Сол адам нәпсі құмарлықтан арылып, көз жұмғанда иманмен қайтады. Әз-Захир, анық, көзге көрініп тұрушы. Ол өзін аяттары күн, ай, жұлдыз, арқылы бар екенін анық көрсетіп тұрады. Әл-Батин, көрінбей тұрушы, ішкі, ол мақұлықтардың көзіне көрінбейді. Ол мақұлықтардың не ойлап, не қоятынын біледі, және олар не нәрсеге ұшырайтындарын меңгеріп тұрады. Әл-Уәли, басқарушы, уәлі, ол әр нәрсенің басқарушысы. Ол не бұйрық берсе, сол мезетте бұлжытпай орындалады. Ол өз қалауымен және даналығымен билік жүргізеді. Үкімдерін іске асырады. Әл-Мутәли, биікке көтерілуші, самғаушы. Мақұлықтардың сипаттары оған тән емес. Пайғамбарлардың сипаттарын биік дәрежеге көтереді. Әл-Бәр, ізгілік істеуші. Ол еш уақыт жаманшылық істемейді. Құлдарға ізгілік және қамқорлық етеді. Әт-Тауәб, тәубені қабылдаушы. Ол әрдайым адамдардың шынайы жасаған тәубесін қабыл етеді. Тәубе етушілерге ғафу етіп, оларға рахым мейірімін төгеді. Кім залымның зұлымдығына қарсы Алланың бұл есімін 10 рет айтса, зұлымдығына ұшырамайды. Әл-Мунтақим, есеп беруші. Ол өзіне мойынсұнбайтын құлдарын істеген амалына қарай азаптайды. Әл-Ғафу, аса кешірімді, ғафу етуші. Адамдар жалбарынып кешірім сұрағанда күнәларын жойып, сауап істерін қалдырады. Бұл есіммен Алла тағалаға жалбарынып артынан Аллахумма иннәка ғафуун карим, тухиббул ғафуа, фаъфу ғанна десе, оның күнәлары кешіріледі. Ар-Рауф, қамқоршы, Алла тағала өз құлдарына жақсылықпен қамқорлық жасайды. Мәликул мүлк, мүліктердің патшасы, иелігі өте зор. Байлық қазынаның барлығы, күллі мүлік оның қолында. Кім осыны көп қайталап жүрсе, Алла тағала өз байлығынан төгіп береді. Зүл-Жәләли уәл икрам, құдірет және құрмет иесі, өзінің ұлы сипаттар үшін құрметті және атақты болады. Әл-Мұқсит, әділ, шешімдерінде өте әділ. Әрбір қиянат жасағанмен зиянға ұшырағанды о дүниеде сұрайды және істеген амалдарына қарай жәннат немесе тозаққа жібереді. Әл-Жәмиғ, жинаушы, қиямет күні махшарда бүкіл адамдарды жинайды. Ол біреуінде қалдырмайды. Әл-Ғани, өте бай. Оған ештеңе керек емес. Барша мақұлық Алла тағаладан қажеттерін сұрайды және оған тәуелді. Әл-Муғни, байтушы, өзінің қай құлын байтқысы келсе, шексіз ризық беріп байтады. Осы арқылы сынайды. Байлықтың барлығы оған қайтарылады. Әл-Мәниғ, харам етуші, рұқсат бермеуші. Ол өз құлдарына кейбір нәрсені харам етеді. Өзінің сүйікті құлдарын залымдардан қорғайды. Әд-Зар, қалағанын зиянға душар етуші. Азап ретінде кейбір құлдарына күнәлар үшін зиян келтіреді. Ән-Нафиғ, пайда беруші. Өз жаратқан мақұлықтарына пайда береді. Кейбір құлдарының пайдасын көбейтеді. Ән-Нуру, нұрландырушы, нұр беруші. Әр түрлі жетіспеушіліктерден пәк. Бұл дүниені өз нұрымен нұрландырып тұрады. Соқырған нұрды көру үшін көз нұрын, жанар береді. Адасқандарды тура жолға салады. Осы керемет есімді қайталап жүрген адам қайғыға салынбайды. Әл-Хади, апарушы, жүргізуші, ілестіруші, мұстақим жолға салушы. Жүректерді хақты табу үшін бағыттайды. Дінде немесе дүнияуи амалда пайда беретін нәрсеге жолықтырады. Әл-Бәдиғ, жаратушы, ешбір нұсқа, мысалсыз жаратады. Оның биік сипаттарына ешкім жете алмайды. Әл-Бақи, бақи, мәңгі, ол мәңгілік жасайды. Ол тірілмейді де, өлмейді. Егер бұл есімді күніне 1000 рет қайталап жүрсе, Алла тағала қасіреттен аман сақтайды. Әл-Уарис, мұра иесі, барлық мұра Алла тағалада. Әр-Рашид, салушы, ол өз құлдарын пайда беретін жолға салады. Өз даналығымен билік жүргізеді. Әс-Сабур, сабыр иесі. Ол сабырмен құлдарының күнәларын кешіріп, азабын тездетпейді. Кім осыны меңгеріп, 100 рет Алланы еске алып зікір етсе, сол күннің бәле жаласынан аман жүреді. Құрметті жамағат. Сіздерге Алланың 99 көркем есімі мен оның мән мағынасы туралы ақпарат берілді. Тыңдаңыздар, жаттаңыздар, бөлісіңіздер. Сіздерге Алла разы болсын.
Ассаламуалейкум ва рахматуллаху ва баракатух.